Арма көрермен, тікелей эфирде ауыл және әкім бағдарламасы. Түркістан телеарнасының студиясында мен Шынар Мұратхан. Бүгінгі бағдарламамызда ауыл өмірінің өзекті мәселелері, жергілікті басқару жүйесінің жұмысы, атқарылған әкімнің алдағы жоспарлары мен сонымен қатар атқарылған жұмыстар бүгінгі бағдарлама аясында кеңінен талқыланатын болады. Айта кетейік, төменде көрсетілген нөмір арқылы спикерге өз сауалдарыңызды қоя аласыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Төле би ауданы Кеме қалған ауылдық округінің әкімі Пердебек Есқұлов. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Пердебек мырза, алдымен өзіңіздің өмір баяныңызға, еңбек жолыңызға, жалпы әкімдікке дейін қай салада қызмет атқардыңыз, соған тоқтала кетсеңіз. Рахмет. Енді бұл ауыл және әкім бағдарламасы ауылда жырақта жатқан халық үшін, ашықтық үшін өте бір тиімді бағдарлама деп ойлаймын. Сондықтан бізге де алдағы жоспарымыз үшін халықты мейлінше ақпараттандыру, ашықтықты қамтамасыз ету үшін таптырмайтын мүмкіндік. Сондықтан бүгін енді барымызша атқарылған жұмыстар, атқарылатын жұмыстар туралы айтамыз деген ойдамын. Енді бұның алдында мен Төле би ауданының өзі Кеме қалған ауылдық округі Ақбастау ауылының өзінің тумасымын. Төле би ауданында Алатау ауылдық округінде жетекші маман қызметінен бастағам. Одан бері келе сол Төле би ауданында ішкі саясатқа қарасты ішкі саясат бөлімінде жастар ресурстық орталығы ауданның жастар ресурстық орталығында басшы қызметін атқардым. Осы 8 шақырылымда 2023 жылы мәслихат депутаттығына кандидат болып, халықтың қолдауыменен депутат болдық. Кейін Түркістан облысында қоғамдық даму басқармасы жастар ресурстық орталығы облыстық, сол жерде басшы қызметіне ауысқан кезде қызмет бабының ауысуына байланысты депутаттықтан өз еркімен бас тартып, осы жақта 2,5 жылдай жұмыс атқарып, 2025 жылдың қазан айының 12 жұлдызында ауыл округ әкімдігінің сайлауы өтті. Сол жерге мен де көп кандидаттың бірі болып өзімнің ауылға, елге қызметімді жасайық деп өзімнің кандидатурамды ұсындым. Халықтың даусыменен, басым даусыменен сол жерге жеңіп, сайлаудың қорытындысыменен әкім болып сайландым. Енді сайлау алды бағдарламаңыздың негізгі бағыттары қандай болды жалпы? Қай бағытта жұмыс жасауды көздедіңіз? Енді мен сол ауылдың өзі тумасы болған екен, сол ауылдың азаматы болған екен, ол ауылдың қандай да бір тыныс тіршілігі, ауылдың жай күйі маған таныс. Сол ауылдың шаңына аунап өстік, 11 жыл сол ауылда оқыдық. Одан кейін сол ауылдың жағдайына елге қызмет жасайық деп аттың басын бұрдық. Ол жерде сайлау алды бағдарламамызда ең бізде өзекті мәселе ауыз су мәселесі. Ол біздің ауылда ғана емес, ол әлемдік проблема болып жатыр қазір. Осы ауыз су мәселесі мейлінше тиімді әрі қол жетімді жолдарын қарастырайық деп сайлау алды бағдарламамның ең басты бағыттарының бірі қылдым. Және халықты жұмыспен қамту мәселелері, әлеуметтік жағдайын, экономикалық жағдайын арттыру, және ауылда кәсібін ашам деген кәсіпкерлерге мейлінше әкімшілік тараптан, мемлекеттік тараптан қандай да бір бағдарламалар болып жатса, соларды біз хабардар етіп, қолдан келгенше бағыт-бағдарын беріп, сол бір кәсіпкерлікті дамытсақ, және инфрақұрылым. Біз енді тау бөктеріндегі аймақ болған кейін, біз жақта бір демалыс орындар бар. Сол демалыс орындарға туризмді да дамытуды қолға алып жатырмыз. Ол да бір ақсап қалып жатқан бағыттардың бірі. Сондықтан ол жаққа да басымдық беру. Және идеологиялық, көп жерде, ауылды жерде идеологиялық жұмыстар артта қалып жатады. Өйткені тек қана әкімнің жұмысы инфрақұрылым, суды әкелу, светті әкелу, газды алып келу деп қана қалып кетіп жатамыз. Сондықтан осы идеологиялық жағынан, келешегіміз жағынан, балдардың тәрбиесі, спорт, мәдениет жағынан да жұмыстарды атқарсақ деп, қазір бүгінгі таңда 3 ай болыпты жұмысқа кіріскеніме. Бір 3 ай дегеніміз бір көп уақыт болмаса да, бір есіңді жиып, бір не істедім 3 ай уақытта деп, бір 90 деп жатамыз ғой қазіргі кезде. Сол бір 90-дыққа уақыт өткен екен, сол бір есеп берейік. Не істедік, алдағы уақытта не істейміз, не істей аламыз, неге мүмкіндігіміз бар сияқты мен алдарыңызға келіп тұрмыз. Енді осы 3 ай барысында өзіңіз әкімдік қызметке келгелі бері қандай өзгерістер болды? Енді
Біраз біздің ауылда, жалпы Кеме қалған ауылдық округінде мен қысқаша төлқұжатына тоқталып өтейін. Бізде 6 ауыл бар. 6 ауыл қарасты, 6200 халқы бар. Жаңа айттым, Қазығұрт тауының етегінде оқшауланған елді мекендер 6 ауыл. Және осы 6 ауылға қарасты 7 мектеп бар. 7 мектеп. Енді барлық мектептің жағдайлары жақсы, заманауи үлгіде жабдықталған. Дегенменен бір өзекті мәселеміз бізде Қаратөбе деген ауылдық округ бар. Қаратөбе деген ауыл бар біздің округімізде. Осы Қаратөбе ауылында мектеп мәселесі бізде өзекті мәселе болып жатыр. Ол қазір оны аудан әкімдігі де, облыс басшылықтары да барлық хабардар. Алдағы уақытта осы мектебіміз бір соңғы үлгідегі бір жақсы білім ошағы болып бой көтереді деген ойдамыз. Оған енді барынша ауыл әкімдік тарапынан құжаттандыру, жер мәселесі бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Енді естуімше, жалпы осы ауылдық округтың бұрын соңды тарихында болмаған бір әкім шыршасы деген шара өткен екен. Сол туралы айта өтсеңіз. Енді ол әлеуметтік желілердің бәріне жарияладық. Енді басқа округтерде, басқа жерлерде ол өтіп жатады. Дегенмен біздің округте осы келгеннен кейін әкім шыршасын өткіздік. Жаңа жылдың қарсаңында бір балаларға жаңа жылдық бір көңіл күй сыйлайық деген мақсатта жаңағы айтып өткен 7 мектептен, әр мектептен 10 оқушыдан алдыртып, жалпы 70 оқушы бір әр мектептен ата-аналардан, ардагерлерді және жауапты ұстаздарды, мектеп директорлерін шақырып, бір 100-120 адамның басын қосып, бізде өзі Арман деген тойханамыз бар. Сол Арман тойханасының басшысы бізде Ардақ Қалымбетқызы деген апамыз бар. Ауылымыздың апасы Ақжаулықты. Сол апамыз өзі бас демеуші болды. Әкімдік оны ұйымдастырды. Сол жерге келіп, енді ол әкім шыршасына көбінесе әлеуметтік санаттағы оқушылар деп біз шектеп қоямыз. Бұлай қарап тұрсаң, оны бір бөлектегендей болып жатамыз. Бірақ дегенмен бұл жерге біз енді ақылдаса келе тек қана әлеуметтік санатты емес, озат оқушыларды да алдырттық. Өйткені жақсы оқитын, түрлі салада мектептің атын шығарып жүрген, ауылдың атын, ауданның атын шығарып жүрген, әр мектептің жетістігіне айналған оқушылардың 5 оқушыны сондай өнерлі оқушы қылсақ, 5 оқушыны әлеуметтік санаттағы, енді көп балалы деп айтайықшы, көп балалы отбасылардың балдарын алдыртып, сол жерде 1,5 сағаттық, 2 сағатқа жуық әдемі сияпаттарын сұндық. Аяз ата мен Ақшақарға өздері өнерін көрсетті. Соны сияқты ауылымызда мәз-мейрам бір кішкентай ғана аядай ауылда осындай мерекелік шыршаны атап өткен жайымыз. Енді бұл қадамның барлығы да халықпен сізді тағы да бір жақындата түссін десек қателеспейміз. Иә. Енді ауылдық округтың жай күйіне тоқталсақ, оның ішінде қай шаруашылық түрі жақсы дамыған, соған тоқталып кетсеңіз. Енді біздің ауылдық округте басымдық берілетін ол егін шаруашылығы және мал шаруашылығы. Ол шаруа қожалықтары бар. Осы енді егін шаруашылығы, ол мал шаруашылығы болсын, табиғатқа тікелей қатысы, табиғатқа, ауа райына, былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, жауын шашынның аз болуына байланысты біздің шаруаларымыз әттеген ай деп шығынға батып жатқан кездер болды, қуаңшылық болды. Енді биылғы жылы да шаруалар қайтадан өздерінің жерлерін айдап, көктемгі егістікке дайындалып жатыр. Енді аспаннан жауын шашын өніп тұратын болса, жерден беретін болса, шаруа қожалықтары, шаруалар, ауыл тұрғындары тағы да сол арпа, бидай, жоңышқа сынды дәнді дақылдарды егіп, қайтадан өздерінің үйренген шаруаларын арғарып дөңгелетеді деген ойдамыз. Енді шаруалық жағынан айтып қалдыңыз, жалпы бізде округімізде 6032 гектар жаңағы шаруалық жерлер бар. Оның ішінде суғармалы жерлер 422 гектар суғармалы жеріміз бар. Және жаңа айтқан дәнді дақылдарға бізде 1110 гектарымыз арпа егіледі, және бидайға 1463 гектар
бидай егілетін жерлеріміз бар. Енді ауыстырып отырады тұр жайлы шаруалар. Мен биылғы жылдың қазір есебін айтып атсам, 25-26-да мүмкін арпа еккен шаруаларымыз бидай егуі мүмкін, бидай еккен шаруаларымыз арпа егуі мүмкін. Және жайылым жерлеріміз бізде жалпы 5532 гектар жайылым жерімізді бар. Осындай бізде кішігірім шаруамен айналысып жатқан жер бар. Жалпылама айтатын болсақ, енді біз Төле би ауданы Шымкенттегі мегаполисқа жақын. Менің өзімнің округім 30 шақырымды жерді Шымкентпенен. Бізде жұмыспен қамтылу мәселесі көп. Азаматтарымыз осы Шымкент қаласында кәсіптері бар. Аудан орталығында келіп жұмыс атқарады. Былайша айтқан кезде жұмыспен қамтылу жағы тұрысынан одан қала берді басқа да кәсіпорындар бар. Округіміздің жақын жерде соменен жұмыспен біраз азаматтар қамтылып отыр. Енді шаруашылықтағы жаңағы шаруаларға қолдау көрсетілген бе? Жаңа техникамен болсын қамтамасыз етіп, немесе жаңа технологияны қолдануға бір бағыт-бағдар беріліп дегендей. Алдағы уақытта бір сізге тағы бір тастаған бір ұсыныстары бар ма? Енді өздеріңіз білесіздер, Аманат партиясының ауыл ел аманаты бағдарламасымен 2,5% жеңілдетілген несиелер берілген болатын. Қазір ол былтырғы жылы тоқтады. Биылғы жылы енді қайтадан осы шаруаларға, кәсібін ашатын азаматтарға беріледі деген жоспарда бар. Егерде берілген жағдайда біздің ауыл азаматтары біразы құжаттарын дайындап, кепілге қоятын мүліктерін дайындап, дайын отыр. Егерде осы берілген жағдайда біз оны қайтадан бағыт-бағдар беріп, ауылда ақпараттандырып, осы мемлекет тарапынан берілетін жеңілдетілген несиені алуға әрекет жасатқызамыз. Егерде оны алған жағдайда азаматтарымыз өздерінің кәсібін ашуға, ашқан азаматтар арғарап дөңгелетіп дамытуға үлкен мүмкіндік деп ойлаймыз. Ал жаңағы айтып атқан техникаларымыз, мемлекет тарапынан шаруа қожалықтары техникаларын алған жағдайда оларға субсидияланған жеңілдіктері бар. Ол жақтан біздің азаматтарымыз өздерінің трактор, МЦ-82, МЦ-80 сынды жер жыртуға арналған техникаларын алған шаруаларымыз бар. Түсінікті. Енді жалпы ауылдық округте бос жатқан жерлер бар ма? Игеруді қажет ететін, немесе осы бір жерге осындай өндіріс орнын салуға болады дегенде бір жоспарлар бар ма? Енді президентіміздің өзі айтып жатқан жер бар. Жергілікті жерге ауылдарға инвестиция тартыңдар, кәсіпорындарын ашыңдар, кәсіпкерлік нысандарға қолдау көрсетіңіздер деп. Егерде ауылға келіп, кәсібін ашамыз, жұмыс орнымен ауылдың азаматтарын жұмыспен қамтимыз деген кәсіпкерлер болып жатса, инвестиция ретінде ауылға тартуға және оларға жер тауып беруге ауыл жергілікті әкімдік тараптан біз қолдау көрсетеміз. Осы эфирді пайдаланып айта кетейік, туған жерге туың тік дейді. Небір мықты қалталы азаматтарымыз бар, ағаларымыз бар. Егерде сол кісілер ауыл жаққа барып, өздерінің бір кәсіптерін ашамыз дейтін болатын болса, біз әкімдік тараптан кері қайтармай, керісінше сол инвестицияны ауылға ұстап қалуға әрекетімізді жасаймыз. Түсінікті. Енді әлеуметтік нысандар жайлы әңгімемізді жалғастырсақ, балабақша саны жеткілікті ме? Енді біздегі жаңағы 6 ауыл бар. 6 ауылда, 2 ауылда толығыменен балабақша мәселесі шешілген. Жекеменшік және мемлекеттікті бар. Енді өкінішке орай көрші округтегі балабақшаға тасымалдау жағдайы да осы уақытқа дейін орын алып келіп жатыр. Дегенменен Ақбастау елді мекенінде балабақша соққан біздің кәсіпкер ағамыз, Байымбет Серік деген ағамыз, тағы да бізде орталықта Абай елді мекенінен биылғы жылы 150 орындық балаға дайындап, 100 орындық, 150 орындық балабақша соғып жатыр. Оның құжаттарын барлығы қазір кезде бітіп, енді ішкі жөндеу жұмыстары ғана қалып отыр. Егерде сол бір балабақшамыз іске қосылса, биыл көктемде бізде толығымен балабақша мәселесі шешіледі деген ойдамыз. Енді жаңа айтып өттік, әлеуметтік нысандар. Бізде округте семзавод
Шымкент цемент заводы шикізат шығаратын тас қазатын карьері біздің округте орналасқан. Ақбастау елді мекені жоғары жанында. Енді білесіздер, ондай үлкен алып заводтарды біз ауылдық жерлерге әлеуметтік жағынан, халықтың әл-ауқатын жақсарту жағынан демеуші ретінде көп тартып жатырмыз. Халықтың жағдайын жақсарту мақсатында осы семзавод тараптан біздің Ақбастау ауылына 131 миллион теңге демеушілік жасап, қазіргі таңда спорт кешені ғимараты соғылып жатыр. Бүгінгі таңда екінші қабаты іргетасы көтеріліп қалды. Егерде осы семзавод демеушілігінен сосы бір спорт кешені соғылатын болса, бұл да бір ауылға әлеуметтік нысан, ауылдың спортын дамытуға, ауылдан балдарын бос уақытын тиімді пайдалануға бір таптырмайтын нысан болады деген ойдамыз. Ол нысанның жалпы біз проектісін бәрін көріп шықтық. Соңғы үлгідегі барлық жабдықтармен жабдықталып, халықтың игілігіне беріледі деген ойдамыз. Енді жастардың уақытын тиімді өткізу үшін тағы бір әлеуметтік нысан мәдениет үйде өз септігін тигізеді. Мәдениет үйлері қарастырылған жалпы? Енді біздің округте енді ең бір өзекті мәселелердің бірі осы әлеуметтік саладағы мәдениет үйлері. Өкінішке орай бір мәдениет үйіміз тозығы жетіп тұр. Енді біз тағы да осындай әлеуметтік нысандарды біз осы демеушілік тараптан, мемлекеттік бюджет емес, демеушілік тараптан соқсақ деген жолдарын қарастырып жатырмыз. Осы Шымкент цементтің тағы да біз қолқа салып отырмыз. Мәдениет үйін соқып беру округке еңсесі биік үлкен округті қамти алатындай бір мәдениет үйін соқып берсе деген біз ұсыныс айтқан болатынбыз. Енді ол ұсынысымыз қарастырылып жатыр. Егерде сол кәсіпкерлік меценаттар тараптан қолдау табатын болса, ол мәселеде шешімін табады деген ойдамыз. Түсінікті. Ал медициналық көмек қаншалықты қолжетімді ауыл тұрғындарына? Ауыл тұрғындарына барлық ауылдарда қазіргі таңда енді ол медициналық пункттердің өздерінің де бір ережелері бар. Халық санына қарай, халықтың тұрғындардың жиі тығыз орналасуына байланысты өздерінің талаптарына сай біздегі барлық ауылдарда медпункт деп жатамыз. Медициналық пункттер соғылған, қарастырылған. Дегенменен біздегі жауапты, осы медицина жауапты азаматтармен сөйлесек, жаңағы жеке Ленгір қаласында орналасқан, аудан орталығында орналасқан жеке медициналық клиникаларға адамдар өздері кетіп қалып жатыр. Ол жерге жеке частный болғаннан кейін қалаған уақытында баруға және барған кезде мейлінше тиімді жағдайларын тез қарастырып береді деген сияқты халықтың түсінігіменен біздегі жергілікті жердегі медпункттер емес, сондай бір жеке медпункттарға, жеке клиникаларға ауысып кетіп жатыр. Енді ол біз ауыл әкімдік тарапынан мейлінше түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Қайтадан өзіміздің мемлекеттік медпункттарға қайтадан келіп адамдар тіркеліп жатыр. Түсінікті. Пердебек мырза, осы орайда біздің студиямызға қоңырау шалған көрермен бар екен. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Сағым бар еді. Мынау қазіргі өкіметтің бағдарламасы бар ғой. Бос жатқан жерлерді мемлекетке қайтару, одан кейін халыққа беру мәселесі бойынша сіздер жұмыс жасап жатырсыздар ма? Қандай жерлерді былтыр қайтардыңыздар, қанша гектар жер қайтардыңыздар, биыл қанша гектар қайтару ойда бар, сол жағын айтып түсіндірсеңіздер, рахмет. Сауалыңызға рахмет. Көрермен сауалына жауап бере кетсеңіз. Жайылым жерлер туралы қойылып жатыр. Енді 2021 жылдан бастап осы бос жатқан СТК деп жатамыз баяғы кооперативтердегі жерлерін мемлекет қорына қайтару бойынша бізде жұмыстар атқарылған. Жалпы қазір кезде 4100 гектардай жайылым жер қазір мемлекет тарапына ортақ жайылым жер қорына қайтарылды. Ол қайтарылған туралы мемлекеттік арнайы госакті деп жатамыз. Мемлекеттік актілер дайындалып, ол мемлекет қорына қазір кезде қайтарылды. Ол президентіміздің өзі айтқандай, халыққа мен осы жерде түсіндірмеміз айта кетейін. Біздің СТК-дағы жалпы тұтыну кооперативіндегі жерлерімізді алып қойды, мемлекетке қайтарып алды деп қорқудың қажеті жоқ. Ол мемлекет қорында тұрған кезде ешқандай жеріміз сатылмайды.
ол жеке меншікке өтпейді деп президентіміздің өзі айтқан. Дәл сондай ол ортақ жайылым болып қала береді. Халықтың, сол округтегі халықтардың кез келгені малын бағуға, кез келгені барып сол жерде жайылым ретінде пайдалануға толық құқығы бар. Түсінікті. Жалпы салық түсімдері бойынша қандай көрсеткіш көрсеттіңіздер? Бюджет тарапынан қандай жобалар іске асты? Немесе алдағы уақытта жоспарда қандай жаңағы нысандар болсын жоспарда бар? Былтырғы жылы бізде салықтан түсетін табыс көзі 30 миллион жуық болған осы жыл. Оны толығымен игеріліп шықтық. Енді 2026-дан бастап ауыл округ әкімдіктеріне көп жерде былайына мүмкіндіктер беріліп жатыр. Жердің мақсатын ауыстырудан түсетін табысы, жеке кәсіпкерлердің табыстары, жер сатудан түсетін салықтар, жаңа айтып отырсыз ғой, сіз кәсіпкерлерге жер тауып бере аласыз ба деген сияқты. Солардың алған түсетін табыстың барлығы біздің жергілікті жерде әкімдіктің бюджетіне түседі. Әкімдік қалай жұмыс істеп, ауылға мейлінше кәсіпкерлерді тартып, салықты толығымен жинаған жағдайда, ол ауыл әкімдігі өзін ауылды толығымен бюджет жағынан қамтамасыз етуге әрекет істейді. Былтырғы жылы 30 миллиондай болса, оны біз толығымен игеріліп шықтық. Биылғы жылға біз бюджетті нақтылау кезде біз 60 миллионнан астам бекіттік. Оның барлығы бекітіліп, биылғы жылы сол 60 миллионның толығымен игеріп, толтырып, одан да асырамыз деген ойдамыз. Ол үшін біз қандай жұмыс атқарып жатырмыз? Әкімдік тарап, біздің ауылдың азаматтары шет жақта кәсібін ашып, кәсібін жүргізіп жатқан, және де ауылда үлкен техникалары бар, бірақ өкінішке орай Шымкент қаласында, Алматы қаласында, басқа да жақта тіркелген техникаларын, салықтарын барлығын өзіміздің ауылға тартып, өзіміз жергілікті жерге бюджеттің салықтарын түсіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оның барлығы келісімменен, мысалы айта кетейік, бізде округте Алматау деген демалыс орын бар. Осы уақытқа дейін ол Төлөбе ауданы Ленгір қаласына және Шымкент қалаларына салықтарын төлеп келіп жатқан. Енді соның басшылық тарапынан кеше барып келіссөздер жүргізілдік. Біздің жергілікті бюджетке сіз салығыңызды төлеп берсеңіз, біздің тараптан да жолын бойындағы абаттандыру жұмыстары, басқа да жұмыстарды әкімдік тараппен де бірлесіп атқарамыз деген ойдамыз. Егер де сол бір кәсіпорындар, ауқымды кәсіпорындарымыз, жеке кәсіпкерлеріміз бізге жергілікті жерге салықтарын төлеген жағдайда, біз өзіміз халықтың сұрағаны, халықтың қажеттілігіне қарай ойын алаңшасы бар, жаяу жүргіншілеріміз бар, суағар латоктарымыз дейді. Соны мемлекетке қарап отырмай, мемлекетке қол жаймай, өзіміз сол кәсіпкерлердің төлеп отқан салығымен ел игілігіне пайдаланатын біраз дүниелер жасаймыз. Түсінікті. Енді осы орайда көрермендерден, жалпы ауыл тұрғындарынан келіп түскен бейне сауал бар екен. Ендеше экранға зер салсақ. Үйімшіл ауылдағы Шоқалақ көшесінің бізге көше керек. Соның несі, көрінісі вообще бізде жол жоқ. Хотя болған тас жол болса да, тас төкпей берулеріңізді сұранамыз. Жол керек бізге. Жол мәселесін шешіп берсеңіздер. Алдыға рахмет. Тұрғын сауалына жауап бере кетсеңіз, жалпы жол мәселесіне қатысты. Енді бізде 6 ауылдың бірі Үйімшіл ауылы, Шоқалақ көшесі. Мен халықпен кездескенде сайлауалды бағдарламаны таныстырып жүрген кезде ең бірінші халықтың алдынан шығып айтылған сауалдарын, бас мәселелерінің бірі осы. Шоқалақ көшесі 1-2 шақырымды құрайды. Бұдан хабарым бар толығымен. Бұл жерде өкінішке орай тас төсеу жұмыстары жүргізілмеген. Осы 1-2 шақырымға 2026 жылғы біз бюджетке нақтылау кезінде смета жасалып, құжаттар жасалып, біз ұсындық. Ол мақұлданды аудан тарапынан. Қазір таңда бұл жерді мен айтайын 5 миллион 500 мың теңгеге бізге бюджет қарастырылып, 1-2 шақырымға тас төсеу жұмыстары 2026-ның бірінші жартыжылдығына дейін төселеді деп толығымен айта аламын. Осы тұрғынға да айтарымыз, осы биылғы жылы сәл амалдаса күн жылығанына қарай, ауа райына қарай істеп береміз деген айтамыз. Жалпы бұл жерде Шоқалақ көшесі емес, жол мәселесіне түсіп қалдық. Әңгірата ауылында Қызылбұлақ көшесінде 650 метр жол
тағы да тас төсеу жұмыстары қажет етіп тұр. Оны да биылғы жарты жылдықта төсейміз деген ойдамыз. Енді тұрғындармен жаңағы кездесу барысында мәселелерді айтып қалдыңыз. Жалпы басым бағыттар қай бағытта болды? Оның ішінде инфрақұрылымдық мәселелер жиі көтерілді ме? Иә, ол жерде бізде енді толығыменен газбен қамтылған, таулы аймақ болса да газбен қамтылған және жарық мәселесі, олардың бәрі қамтылған. Енді халықтың сұрағаны бізде жаңа сөзімнің басында жоғарыда айтып өттім, ауыз су мәселесі айтылды. Және де ойын алаңшалары әр ауылға болса деген. Заманауи 2 ауылда толығымен ойын алаңшасы мәселесі шешілді. Ол Әңгірат ауылы және Ақбастау ауылы. Ол да біздің халықпен кездескен кездегі басты көтерілген мәселесі тұғын. Енді осы орайда тұрғындардан келіп түскен тағы бір бейне сауал бар екен, кезек берсек. Мен Ақбастау ауылының тұрғыны, Кемағылған округына қарасты аты жөнім Тоқтағұлов Әбдіномын Есқарауылы. Біздің мәселеміз ауыз суы. Жазда, қыста, әсіресе сенбі-жексенбілерде су бізге тапшы. Сол мәселенің шешіп беріп, сол мәселені бір дұрыс жүйеге қойса екен деген ауыл атынан өтініш айтып отырмын. Жауап бере кетсеңіз. Жаңағы айтылған мәселе ғой енді. Осы уақытқа дейін оның Ақбастау ауылының тұрғыны бізде қазір биылғы жылы үлкен бір жоба қолға алынып жатыр. Ол ауыз су мәселесін Ақбастау ауылында және Абай ауылы, орталық округтың орталығы Абай ауылы, осы 2 ауылға толығыменен су жүйелері, құбырлары толығымен ауысу. Оны қазіргі таңда облыс тарапынан, облыстық бюджеттен жеңімпаздардың бәрі анықталып, осы жылдың басында жаңа жыл қарсаңында ұтып алған мердігер компанияның азаматтары, жауапты тұлғалары келіп, ауылды толығымен аралап, биылғы жылы осы наурыз айында осы Ақбастау ауылына және Абай ауылына су тарту жұмыстары жүргізіледі. Неге тартылған? Су бар. Дегенменен 10 жылдан астам су құбырлары ескірген, тозығы жеткен, қойылған су есептегіш құралдары істен шыққандары бар. Енді осының бәрін қайтадан жаңартып, су жүретін системаны қайтадан толығымен ауыстыру қажет етіп тұр. Осыған байланысты сақ құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақбастау ауылында 944 миллион теңгеге ұтып алып, қазір осы ауа райының жылығанын күтіп отырмыз. Бұл мәселе жақын арада шешіледі деген ойдамыз. Және Абай ауылында да Радикон деген мердігер компания 1 миллиард 603 миллион теңгеге ұтып алып, ол Абай ауылы мен Ақбастау ауылының бір мезетте осы су жүйелерінің жұмысы, су құбырларын ауыстыруы және оған емкістері деп жатамыз, су жинау бочкілерін барлығы қойылып, осы биылғы жылы 2026 аяғына дейін толығымен осы 2 ауылдың су мәселесі шешіледі деген ойдамыз. Енді сөз барысында айтып қалдыңыз ғой, толыққанды газбен қамтылған деп. Осы газды пайдалану бойынша тұрғындарға бір түсіндіру жұмыстары жүргізілді ме? Қысқы мезгілдерде. Иә, биылғы жылы өкінішке орай Жетісай ауданындағы бір қайғылы жағдай ол бәріміздің қабырғамызға батты. Дегенменен біз оның алдында, содан кейін де біз қарқынды жұмыстарды жасап, газы сигнализациясы дейміз, газдың иісі шыққан жағдайда өзі автоматты түрде дабыл қағатын және газды өшіретін құрылғыларды ауыл округтеріне газ инспекциясы, аудандық газ инспекциясының қызметкерлерімен бірге түсіндіру жұмыстарын және соны орнату жұмыстарын жүргіздік. Қазіргі таңда енді ауылдың көп балалы аз қамтылған отбасыларға демеушілер тарапынан әкімдік қойып берді газ инспекциясының қызметкерлері, ал қалған азаматтарға толығымен өздеріне ескерту, өздеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, осы газ сигнализациясын қою жұмыстарын жүргіздік. Бұл дегеніміз барынша сақтық шаралары, енді тілсіз жау ғой. Сол бұндай жағдайлар орын алмас үшін тұрғындармен жиі әрбір үйді барып, аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Оны әлеуметтік желілерге де салдық. Қазіргі кезде Кемеғалған ауыл әкім аппаратының әлеуметтік желіде Facebook, TikTok және Instagram парақшаларында
кәдімгі ашықтық, кез келген тұрғын сол жерге өзінің ойын, сұрағын, мазалап жүрген мәселелерін жаза алады. Сол арқылы біз де түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Одан қала берді үймемей жүріп, мамандар бөлініп, ауыл-ауылды аралап түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Түсінікті. Енді инфрақұрылымдық мәселелердің ішінде тағы да бір жаңартуды қажет ететін электр бағаналар кездесіп жатыр. Сондай мәселелер бар ма? Электр бағаналары, тозығы жеткен электр бағаналары бар бізде. Ол аудандық энергосет деп жатамыз. Аудандық осы жарыққа қатысты мекеменің басшыларымен келісіп, тозығы жеткен қанша столбылардың барлығын біз хаттама түзіп ұсындық. Биылғы жылы оның бәрін қарастырып, алдағы уақытта 2026-27-де біздің округтегі тозығы жеткен бағаналардың барлығын ауыстырып шығамыз деген ойдамыз. Өйткені қатты жел тұрған кезде, жауын шашын кезде сол тозығы жеткен бағаналардан бізде мәселелер туындап жатады. Светтері өшіп жатады. Қазіргі кезде қыс ауасында көбісінің үй жағдайында жылыту мәселелері, олардың бәрі осы. Бірінші мәселесі осы. Электр мен жылыту, газ аппараттардың барлығы сәл 1 сағат, 2 сағатқа өшкен жағдайда халықтар қиналып жатады. Сондай нәрселер болдырмау үшін осы бағаналардың бәрін жаңарту қажет ететін көшелеріміз бар. Ал көшелерде жарық шам орнатылған ба? Түнгі жарық мәселелері бізде биылғы жылы, осы жылдың соңында Үйімшіл ауылына 60 түнгі жарық қойылды. Қаратөбе ауылына 100, яғни 4 шақырым жерге 100 түнгі жарықтар қойылды. Қазір кезде заман талабына сай, электр қуатын қажет етпейтін күн сәулесінен өзін-өзін қуаттандырып, жанатын түнгі жарық шамдар қойылды. Және Әңгірата ауылында Қоңқабаба көшесінде, Қызылбұлақ көшелерінде түнгі жарықтар қойылды. Және де Абай ауылына биылғы жылы 2026-да аудандық жарық жол мекемесінен біздің ауылда кеме қалған және Қошқарата көшелеріне түнгі жарықтар қойылады деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар интернет желісі де маңызды рөл атқарады. Яғни ол мектепте білім алатын оқушыларға да жаңағы интернеттен, ғаламтордан ақпарат алу үшін де қамтамасыз етілу қажет болады. Интернет желісінің сапасы қандай? Енді бізде интернет желісі осы уақытта соңғы бір 4 жыл, 5 жыл арттағы жағдайда қатты өзекті мәселе болған. Тіптен сөйлесуге мұрша болмаған. Ал қазіргі кезде соңғы бір 4 жылдың мәселесінде бұл толығымен 100% болмаса да бір 80-90% шешілді. Енді дегенмен барлық абонементтер емес, бір ауылдардың халықтың өзінің сұранысы бойынша актив байланыс болса, бір жерлерде Билайн байланысы. Өйткені халықтың өзі соған сұраныс жазған, соны қажет еткен. Сондықтан бір ауылдарда Кисел абоненттері, бір ауылдарда Билайн абоненттері ұстайды. Дегенмен қандай да бір абонент болса да бар, байланысқа шығуға мүмкіндіктері бар. Ауылдың өзінің сұранысына байланысты осындай байланыстар, интернет мәселелер шешілген. Енді өзіңіз білетіндей, мемлекет басшысы әр жолдауында ауылдағы өзекті мәселелерді, жалпы ауылдың жағдайын жақсарту, инфрақұрылымды түзету деген сынды мәселелерді көтеріп келеді. Соңғы елордада өткен платформада осы ауыл әкімдерін өкілеттіктерін арттыру мәселесін көтерді. Бұған сіздің көзқарасыңыз. Жалпы салықты болашақта әкімдердің өзі басқаратын болса, бұл халықтың тұрмыс тіршілігіне де оң әсері болады деген сияқты пікірлер де айтылды. Астана қаласында президентпен кездесуде өзімізде болдық. Ол жерде біраз мәселелер айтылды. Барлығы халыққа қол жетімді, оңтайлы жағдай жасалу мақсатында. Жаңа сөзімнің барысында айтып өттім. Салықты мүмкіндігінше өзіміз әкімдіктер жергілікті бюджетке түсіретіндей жағдай жасап, соған жұмыс атқаратын болса, жаңағы айтқандай ауданға, облысқа халықты сандалтпай, жергілікті жерде өз халқын, өзінің мәселесін өзі шешетін мүмкіндікті туындар. Ол үшін жаңағы салықтың табыс көздерін, жеті салықтың түсетін табыс көздерін бізге жетеуін беріліп отыр. Содан түскен салықтардан халықты толығымен қажеттілігіне қарай қамтамасыз етуге әкімдердің мүмкіндіктері бар.
Ол үшін жаңа салықтан түсетін табыс көзін әкім қалай жұмыс жасайды, кәсіпкерлермен қалай жұмыс жасай алады, келіссөздер дұрысынан жүргізген жағдайда сол бір мүмкіндікті кеңінен пайдалануға болады. Сонымен қатар мемлекет басшысы сол жерде айтқан сөзінде мына мәселені көтерді. Ауыл әкімдерінің бір шамасы, яғни мемлекеттік қызметтен бұрын хабардар болмаған, мемлекеттік қызметке енді келіп жатқан, сонымен қатар көптеген жаңағы сауаттылығын арттыруды қажет ететін азаматтар бар деді. Енді бұл тұрғыда мен ойлаймын, сіз өзіңізде мемлекеттік саладан хабарыңыз болғаннан кейін әкімдік қызметті бірден игеріп кету өзіңізге аса бір қиын болмаған сияқты. Жалпы өзіңізді халық қалай қабылдады? Әкім болып тағайындалған кезде бірінші қай бағытты қолға алып бастадыңыз? Иә, енді біз халыққа алдына шығар кезде, әкімдікке түсер кезде, бұл әкімдік деген бір өзіме де айтылған, халыққа да айтқан сөзім бар. Бұл мен үшін бір тек қана лауазымды ғана қызмет емес, үлкен жауапкершілікті міндеттеліп отқан жұмыс екенін жақсы сезінемін деп. Мен енді бұның алдындағы қызметтерім жаңа айтып өттім. Ауыл әкімдігінде жетекші маман қызметінен бастағам. Әлеуметтік саланың, кәсіпкерлік саланы жетекшілік етіп, одан бері қарап ішкі саясат саласын облыста және мәслихат корпусында депутаттық жұмысында шет жағасын көрдік. Сондықтан енді дегенменен мен барлығын игеріп кеттім. Бұл жұмыс маған оңай деп айта алмаймын. Әр саланың, әр жұмыстың өзінің қиындығы бар, қызығы бар, айтылатын өкпе реніштері мен алғыс рахметтері бар. Енді осылардың барлығын қатар алып, шыдамдылық керек, өзіміз таңдап, өзіміз қалап додаға түсіп, әкім болып сайланғаннан кейін ауыл үшін, ел үшін қызмет жасаймыз деген ойдамыз қолдан келгенше. Енді жаңа қандай басымдықтар деп жатсыз, жаңа айтып жатырмын. Біздің тараптан басты мәселе ауылды мәселеде барлық ол әкімдіктің, барлық мемлекет қызметшілердің мәселесі толғандыратын жағдайы ол тазалық жағы деп жатырмыз. Ауылдың, елді мекеннің тазалығы, президентіміздің Таза Қазақстан жобасы қарқынды жұмыс атқарды. Ол бір жоба ғана болмаса, бір акция ғана емес, ол бір күнделікті халықтың өзінің иммунитетін қалыптастыратын бір таптырмайтын бір жоба деп ойлаймын. Ол тоқтап қалатын, болмаса бір жылдық, болмаса бір апталық акция емес, жоба емес, ол өміршең. Оны да біз ауыл тұрғындары толығыменен сол жұмыстарды бірлесіп атқарамыз деген ойдамыз. Мен ауыл тұрғындарына барынша айтып жүрем, әкімдіктің қызметкерлері келіп, сіздің ауылыңызды тазалап беріп кетеді. Болмаса мен есік алдын тазалап кету емес, әрбір ауыл тұрғыны өзінің жүрген жерін, туған жерін таза ұстауға атсалысса, біздің ауылымыз көркейеді, ең таза ауылдардың бірі болады деп. Әкімдік қызметінде ары кеткенде 7 адам, 10 адам жұмыс атқарады. Ол мүмкін 7 ауылды, 6 ауылды қамтитындай 6-7 адамның шашқан қоқысын жинауға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан ауыл азаматтары, ауыл ақсақалдары, ауыл билерін, жастар жағын толығыменен қамтамасыз етіп, осы бір тазалыққа шақыратын жобаларды жиі атқарсақ деген жоспарлап отырмыз. 2026-да ол менің биылғы 26-ның басты бір жоспарларының бірі, кеме қалған келешегі деген жобасын қолға алып, оның ішінде түрлі бағыттар, спорт саласында қамту келеді. Біздің маған қарас, біздің округтегі 7 мектеп болатын болса, 7 мектептегі арада біз кеме қалған келешегі жобасы аясында спорттық жарыстар ұйымдастырсақ, оған арнайы жүлде қорларын демеушілер тарапынан тарта отырып, осы 7 мектептің арасындағы достық қарым-қатынасты нығайтатын болсам, спорт арқылы ол біздің кеме қалғанның келешегі кемел болатынына мен де сенімдімін. Және айта кететін волонтерлық бағыт әр мектепте бар, бірақ бір-бірімен байланыс орнатылмаған. Сондықтан осы 7 мектептен волонтерлық ұйымдар ашып, топтар ашып, соның округтен бірлестіріп, 70-100 шақты мектеп оқушыларынан ерікті жастарымызды қоғамдық жұмыстарға тарта отырып, біз ауылымызды ол тек қана тазалық емес, ол ардагерлерді барып құрметтеу, аналарды құрметтеу, үлкенге құрмет, кішіге ізетін көрсететіндей осы волонтерлық ұйымды да қарқынды жұмыс атқарсақ деген ойдамыз. Ол біріншіден тәрбие, екіншіден қоғамға деген көпшілікпен араласуы, жер қадірін, тазалық қадірін, елдің қадірін білетін балдарға кішкене тәрбие болады деген ойдамын.
Сонымен қатар жана болашағынан зор үміт күттіретін жастарға да бір ынталандыру сияқты болады секілді. Енді біздің әкімдік тараптан оны ұйымдастырғанда енді барынша демеушілер тарапынан біз бірдей формасын тігіп берсек ұйымдастыру және сый-сияпаттарын және ол жігіт волонтерлық топтағы қыз жігіттерге қазір елге танымал блогер деп жатамыз. Осы тазалық жағын насихаттап жүрген бізге елге танымал жас достарымыз бар. Жастардың арасында кеңінен таныған актерлар, әншілер болсын, спортта бір жетістікке жеткен Төле Билік болсын, түркістандық болсын, елге танымал болып жүрген жастарды тартып отырып бірлескен жобалар атқарсақ, жастарымызға да бір қызығушылық артады ғой деген ойдамын. Түсінікті. Фердибек мырза, енді осы сұхбат барысында көптеген атқарып жатқан жаңағы шараларды, алдағы жоспарларды бөлісіп айттыңыз. Нақты сіздің өзіңізде бір ойыңызда жүрген жоспарлардың бар екені де бізге айқын болды. Енді осы мемлекеттік қызметте өзіңіздің жолыңызды қуып келе жатқан бір жас мамандарға өзіңіздің бір кеңесіңіз болса, жалпы мемлекеттік қызмет қандай қызмет? Енді менің бір үлкен ағамыз айтқан еді, сен байымын десең, бай боламын десең, онда мемлекеттік қызметте сен баю үшін келме. Ондай болатын болса, сен басқа салаға бар деп. Таза елге, жерге қызмет жасаймын дейтін болсаң, мемлекеттік қызметке кел деп. Енді ол сөзінің астары не? Бұл жұмыста бір белшеңнен батып дүние жинмайсың, елге халыққа қызмет жасайсың. Сен жаңағы ағамыздың айтқан сөзі, ол бір маған бір жұмысқа келер алдындағы бір өзімді шыңдауға үлкен бір мотивация болды. Өйткені ол жерге келмей жатып маған өзі сондай ақпарат келді. Сен тек қана жұмыс істеуге кел. Өйткені жергілікті жерден, әкімдіктен, мемлекет қызметтен бір байып кетіп, дүние жинаған емес, абырой жинайтын болсаң, елге қызмет жасап, алғыс алатын болсаң кел деген. Сол сияқты елге қызмет жасап, шынайы жанашыр боламыз, ертеңгі елдің қамы үшін алаңдаймын деген жастар болатын болса, мемлекеттік қызметке келіп, осылай қызмет жасауға шақырам. Ал ойында басқа пиғылы болып, басқаша ойменен болатын болса, онда бұл саланың жолы ауыр екенін ескертіп айта кетемін. Өзіңіз өмірлік қағидаңыз қандай? Жалпы қызметкерлерге де қандай талап қоясыз осы қызмет барысында? Ең бірінші, қандай да жұмыс болса да, өзіме де, өзгеге де, қызметкерлерге де ол бірінші жауапкершілік. Әрбір іске немқұрайлы ат үсті қарамай, соңына дейін жеткізіп, әрбір тұрғынның өтінішін мұқият тыңдап, шешілетін жолын қарастыру, шешілмейтіндей жағдай мен мәселелер келіп жататын болса, оны мейлінше түсіндіріп, басқа жолын қарастыруға қоятын қарамақта қызметкерлерге де қоятын талабым осы, жоғары жақтың бізге де қоятын талабы осы. Әрбір тұрғынның өтінішін мұқият қарап, зерделеп, шешу жолын қарастырып беру. Енді әкімдік қызметте халықпен тығыз байланыста болу бұл үлкен жауапкершілік. Жалпы өзіңіз тұрғындармен қаншалықты жиі кездесесіз? Жалпы ашықтыққа қаншалықты қол жеткізе алады халық? Жаңағы айтқан қазір кезде енді заман талабы әлеуметтік желілердің барлығында барсыз? Барлығында бармын. Facebook, Instagram, TikTok және WhatsApp желісі маған хабарласып, әкім мырза, сізді таппай жатыр қой, жұмысыңызға барсақ жоқ екенсіз ғой деп звондайтындар бар еді. Ары бері ауданға барамыз, ауыл аралап кетеміз. Сол кезде мен сол кезде әзілдеп те күліп те айтамын, 24/7 телефоным қосулы деп. Сол сияқты 24/7 байланыста боламыз. Негізі ресми сейсенбі және бейсенбі күндері жеке қабылдау ауыл тұрғындарын, бірақ енді аптасына 2 күн ғана деп қоймаймыз. Ауыл тұрғындары келген кезде ешқайсысы мені қабылдайтын күнім емес деп қайтармаймыз да. Өйткені кез келген уақытта ауыл тұрғындар мәселесін тыңдауға дайынмын. Және мен ауылда жұмыс істеп, басқа жаққа жұмысым уақыты біткенде кетіп қалмаймын. Менің тұрғылықты жерімді, тұратын жерімді сол ауылдың өзінде, сол округта. Сондықтан жұмыс уақыты біткен жағдайда ауыл тұрғындары өздері басқа жақта жұмыс істейді. Толғандырған мәселелерін кейбір кезде үйге келіп те, көшеде де айта береді.
деген ойда. Түсінікті. Пердебек мырза, ел игілігі жолындағы жүйелі жұмыстарыңыз бен ауылдың өркендеу жолында атқарып жатқан істеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, ауыл және әкім бағдарламасы алдағы уақытта жаңа қонақпен өзекті тақырыппен эфирге қайта оралады. Ауылдың тынысын, әкімнің ісі, халықтың үмітін біздің мінбер баяндайды. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.